Елдіктің тірегі, ерліктің жүрегі, тәуелсіздіктің тұғырын тіктеген бас құжаттың беделі уақыт өткен сайын айшықтала түсуде. Бұл құқықтық тәртіп үстемдік құрған елдің бағыты һәм бақыты. Сондықтан мерейлі мерекені қызылордалықтар мазмұнды тойлауда. Қайбір ұлттың олжасы шегендеген шекарасымен, ұлық тұтар ұлттық рәміздерімен олжалы. Ал осы қасиеттердің қыбын бұзбай құнттап, тірек болар ол ата заң. Міне сондықтан бүгінгі күннің мән маңызы зор. Бұл ретте ізгі мақсат қойысқан сырбойлықтар осылай айтулы күнді жыл сайын сән салтанатымен атап өтіп келеді. Иә, еліміз үшін бұл мерекенің маңызы айрықша. Өйткені Конституция тәуелсіз қазақ елінің кемел келешекке батыл қадам басуына бағдар болған басты құжат. Тарихқа сәл шегініс жасасақ, дәл осы күні, яғни 1995 жылдың 30 тамызында жаңа Конституция қабылдау жөнінде бүкіл халықтық референдум өтті. Елдік шараға сайлаушылардың 90,58% қатысып, оның 89,14% жаңа Конституцияның қабылдануын қолдады. Осылайша қазақстандықтар кемел келешектің кілті болар құжатқа бей-жай қарамай, құқықтық саяси бағытын белгілеп алды. Содан бері қуатты мемлекеттің қалыптасуы үшін қаншама қажырлы еңбек жұмсалып, тәуекелді бастамалар жасалды. Тәуелсіздік халқымыз үшін ең қастерлі де ең басты елдік ұғым. Ал оның басты ұғымы мемлекет. Ал Конституция мемлекеттіліктің іргесін бекітумен қатар оның халықаралық құқықтық кеңістікте демократиялық үдерістерді басты бағдар ете отырып, ұдайы өркендеуін қамтамасыз ететін негіз. Алғаш рет біртұтас Қазақстан халқы тәуелсіздіктің кепілімен биліктің басты нысаны ретінде жарияланды. Берекелі бірлігімізден, тату тірлігімізден айырылмайық. Еліміз, елбасымыз аман, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Жұмыла жасаған жасампаз еңбектің арқасында 22 жылда Қазақстан ешкімге елеусіз дәулеті төмен елден дүние жүзі танып қалыптасқан қауқарлы мемлекет деңгейіне көтерілді. Сөз жоқ, бұл жылда республика тарихындағы мейлінше қиын, салауаты мен ғимараты мол кезең. Оның түпқазығы заңға негізделген қоғамдық бірлік пен тұрақтылықтың ең асыл қазына, баға жетпес байлық екендігі. Қазақстан Республикасының ата заңы 1995 жылы қабылданған кезде біз тәуелсіздігімізді енді жаңадан алған мемлекет едік. Алда көптеген бағдарламалар дайындау қажет болды. Мінекей осы біздің алға дамуымызды қамтамасыз ететін ата заң қажеттілігі туындады. Мінекей сөйтіп баяғы кеңестік одағындағы заңдардың мән мағынасы жойылғаннан кейін біздің дамуымызды қамтамасыз ететін жаңа заң жүйесі қажет болды. Неге сондықтан біз ата заңды құрметтейміз. Ата заңның негізгі қағидаларын бұлжытпай орындауға тырысамыз. Тәуелсіз еліміздің конституциясы барлығының жетістігін, кемістігін есептеп, жан-жақты, халыққа ұнамды, халықтың тіршілігіне сай жасалып отыр. Ол біз конституциямыздың осындай нақты, барлық жан-жақты сұрақтарға жауап беретін біздің тәуелсіз еліміздің тіршілігін, халқын қорғайтын конституция. Ата заң біздің еліміздің дамуына жол ашып, жаңа тәуелсіз мемлекет буынының бекуіне сеп болды. Алдағы уақытта да мәңгілік елмен бірге жасай бермек. Тобықтай түйін, тұмардай қастерлі құжаттың құндылығын паш еткен мерейлі мерекенің мән мазмұнын әрбір қазақстандық жан дүниесімен ұғынса құба-құп. Елес Әбілді, Нұржан Мұзарапшин, Төрахан Қожахметов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.